Қайырлы күн, достар. Кейде кешкі асқа қарапайым, дәмді әрі тез дайындалатын ерекше тағам жасағым келеді. Бүгін сондай бір ерекше тағамның түрін дайындайтын боламыз. Әуелі 100 грамдай күріш қосылған фаршты аламыз. Оған малдың майын блендерден өткізіп қосамыз. Оған жылқының, сиырдың, қойдың майы жарай береді. Пиязды да блендерден өткіземіз. Барлығын фарштың үстінен салып, жақсылап араластырамыз. Қалауымызша қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз қосамыз. Араластырып болғаннан кейін сиырдың немесе жылқының, не болмаса жасанды шекке тығып, арасынан жиірек етіп жіппен байлап шығамыз. Дайын болған соң мантоварканың астына салып, қақпағын жауып қайнатамыз. Бес 10 минуттан кейін қазанның қақпағын ашып, шегімізді жарылып кетпес үшін әр жерінен инемен тесіп шығамыз. Қақпағын жауып, 35-40 минуттай буда пісіреміз. Осы кезде қазанға май құйып, қызған соң сарымсақ пен пиязды салып қуырамыз. Араластырып отырып, туралған сәбізді қосамыз. Одан кейін картопты қосып қуырамыз. Қалауымызша тұз, бұрыш себеміз. Томат соусын қосып араластырамыз. Содан кейін қазанға суды, немесе бар болса дайын сорпаны мол етіп қосып, 30 минутта қайнатамыз. Бұл кезде дайын болған фаршымызды манты қазанымыздан алып, табаққа саламыз. Қайнап жатқан картопымыздың үстінен ретімен қойып шығамыз. Қақпағын жауып, жарты сағаттай бұқтырамыз. Тағамымызды табаққа салып, ретін пиязбен сәндеп, дастарханға ұсынуға болады. Міне достар, ерекше кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмді әрі қош иісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.